Адамдар мені қандай адам деп біледі. Мәселе мұндай болып тұр. Бір нәрсе туралы ойланып жүрмін. Адамға ең қымбат нәрсе не екен? Ақша емес шығар, уақыт та емес, мүмкін сенім шығар. Бір қызығы, бір адамға сену үшін кейде жылдар керек. Ал сенімді жоғалту үшін бір ғана әрекет жеткілікті. Неге? Өйткені біз адамның сөзіне емес, уақыт өте келе көрсеткен мінезіне сенеміз. Сосын тағы бір нәрсені түсінесің. Егер адамға сенсең, оның әр сөзін тексеріп отырудың қажеті жоқ. Айтты, орындады, уәде берді, ұстады, қателесті, мойындады. Осындай ұсақ нәрселер жинала береді. Сөйтіп, бір күні адамдар оған сенуге болады деп айтады. Онда сенім жай ғана жақсы қасиет емес шығар. Ол адамның көрінбейтін капиталы сияқты. Өйткені саған сенетін адаммен жұмыс істеу оңайырақ. Саған жауапкершілік беруге қорықпайды. Сенің сөзіне көбірек құлақ асады. Сені басқа адамдарға ұсынады. Сөйтіп сенім жаңа мүмкіндіктерге жол ашу мүмкін. Осыны ойлап отырып, мен өзіме де сұрақ қойдым. Адамдар мені қандай адам деп біледі? Маған сенуге бола ма? Мен бір нәрсе айтсам, адамдар оның орындалатынына сене ме? Білмеймін. Мүмкін бұл сұраққа бірден жауап берудің қажеті де жоқ шығар. Бірақ әрқайсымыз кейде өзімізге осы сұрақты қойып тұрғанымыз дұрыс шығар. Ал сен үшін адамға сенуге негіз болатын ең маңызды нәрсе қандай?